Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы желідегі қажетсіз байланыстар. Балалар, алдымен өткен сабақта пысықтайық. Суреттен браузер белгісін тап. Браузер белгішесінде 4 түрлі түсті көруге болады. Сонымен бір нұсқаны таңдаймыз. Бірінші сурет, екінші сурет, үшінші сурет, төртінші сурет. Дұрыс жауабы әрине үшінші сурет браузер белгісі. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз желідегі қажетсіз байланыстар туралы түсінік алу. Балалар, мына белгілерге назар аударайық. Сіздерге таныс белгі бар ма осы жерде? Осы желілерді ата-анаң, басқа да ересектер ақпарат алмасу үшін қолданады. Сіздердің аса назар аудару керек ережелері. Бірінші, интернетте өзің туралы жеке мәліметтерді, мекен жайыңды көрсетпе. Интернетке өзің туралы ақпарат берсең, өзге адамдар сен және мекен жайың туралы біліп алады. Бұл қауіпті. Екінші, желідегі ақпараттың бәріне бірдей сенбе. Желіні барлық адамдар пайдаланатын болғандықтан, ол жердегі ақпараттың барлығы дұрыс болмауы мүмкін. Дәлелсіз ақпараттар да салына береді. Үшінші, бейтаныс адамдармен қарым-қатынас жасама. Бейтаныс адамдармен қарым-қатынас жасау сен үшін қауіпті болуы мүмкін. Ол сенімен қандай мақсатта сөйлескісі келетіні белгісіз. Төртінші, желідегі байланысқа тек үлкендердің көмегімен қосыл. Желіден шектен тыс қажетсіз ақпараттар болады. Жас ерекшелігіне қарай қажетсіз ақпараттар мен жарнамалар да орын алуы мүмкін. Бесінші, желіні пайдаланғанда мәдениетті бол. Досыңмен, сыныптастарыңмен, үлкендермен сөйлесу мәдениетін желіде де сақтау керек. Жаман әрекеттерің, сөздерің желіге таралып кетуі мүмкін. Енді балалар, тапсырмалар орындаймыз. Әлеуметтік танымал желілер ішінен WhatsApp белгішесін таңда. Мына суреттен бір нұсқаны таңдаймыз. Бірінші сурет пе, екінші ме, үшінші сурет пе, төртінші сурет пе? Сонымен жауабы әрине WhatsApp белгішесі екінші сурет. Екінші тапсырма. Суретте қандай әлеуметтік желілер берілген? Лайықты нұсқаларды таңдаймыз. Instagram, Facebook, VK, TikTok. Жауабы әрине бұл екі сурет Facebook және Instagram. Өте жақсы балалар. Енді жұмыс дәптерлеріңізді ашыңыздар. Сол жерден мына тапсырманы орындаймыз. Суреттердің қайсысы саған таныс? Карандашпен бояймыз. Келесі тапсырма. Ізденіп орындаймыз. Желіде өзің туралы ақпараттарды жариялауға бола ма? Ойыңды бір сөйлеммен түйіндеп жаз. Келесі тапсырмада ойланып белгілейік. Бос уақытыңды қалай өткізген дұрыс? Дұрыс жауаптарды мына таңбамен белгіле. Келесі сөзді тап. Жауабын жаз. Сіздерге шатасқан әріптер көрсетілген. Сол жерден осы тақырыпқа байланысты бір сөз құрастыр. Балалар, қандай сөз шықты? Әрине, жауабы байланыс сөзі. Келесі тапсырма, компьютермен жұмыс жасаймыз.
Сіздерге тапсырма: Алматыдағы орталық музейге қашықтықтан саяхат жасау керек. Браузерден мына сілтемеге кіреміз. Сілтемеге қосылу барысында қандай қауіпсіздікті сақтадың? Не себепті? Тапсырманы орындап баяндаймыз. Келесі тапсырма: суретте қай баланың іс-әрекеті дұрыс емес? Зерттейміз және досыңмен ақылдасамыз. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Ауа райы арқылы қорытындылаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.